Сол күні көрші кемпірдің шалы өмірден өтті. Ел-жұрт, ағайын туыс болып ақтық сапарына шығарып салдық. Туған туыс, ағайын жекжат бәрі тарап кетті. Қаңыраған үйде Дәмеш кемпір мен жалғыз қара мысығы қалды. Жалғыз ұлының қалаға жүр деген сөзін елемей, Дәмеш кемпір қара шаңырамда қалам деп бармай қойды. Арада біраз уақыт өтіп жатты. Әкем мен шешем көрші апаның шаруаларына көмектесіп, мал жанын өз қарауына алды. Көрші апаның сырласы да, мұңдасы да жалғыз мысығы еді. Шалы өлгеннен бері бұл мысық кемпірдің жанына сая, көңіліне демеу болып жүрген тәрізді. Мысығын әдемілеп киіндіріп, басына орамал тағып, үстелдің басына отырғызып қойып, адамша сөйлесіп, кейде де ұрсысып алатын. Түнде жоқ болып кетсе, әлгі қыз қайда кетіп қалды? Түннің бір уағы болды. Бірдеңеге ұшырап қалмаса жарар еді, деп уайымдап шығатын. Бірде апаның үйіне қонғанда, түнімен мысығымен сөйлесіп шықты. Мен өлген соң не істер екенсің, жарығым? Тентек болма, өзіңді өзің ұста деп әңгімесін айтып жатты. Біз оған күліп, мына кемпір жынданғаны сол ма? деп күлсек, апа бізге, неге маған күліп жатсыңдар? Ұйықтаңдар деп ұрсып тастады. Бірақ сол түні таң атқанша мысығына бар сырын, әңгімесін айтып шықты. Көктемнің жайма шуақ күнінде далада ойнап жүрген ағам екеумізді көрші апа шақырып алды да, қалтасында жүрген бір уыс кәмпит науғатын қолымызға толтырып берді де: «Әй, Рахметолланың шүрегейлері, жүріңдер, сендерге көрсететін затым бар» деп, үйіне алып барып, төргі бөлмесіндегі құлып даулы тұрған сандығын ашты да бізге: «Сендер ес бетін жасқа жеттіңдер, менің көрсетіп айтқан нәрселерімді мұқият көріп алыңдар» деп сандығын қопарды. Сандықтың бетінде төртбұрышталып, әдемілеп бүктелген ақ зон мата, соны көрсетіп тұрып: «Мынау менің ақыретім, өлсем осыған орап, шалдың қасына қоясыңдар» деді. Сосын көйлек, камзол, ұзын шәлі, әдемі орамалдарды көрсетіп: «Бұл менің сыйытым, сүйекке түскендерге берерсіңдер». Сандықтың түбінде көне киізге оралып, түйілген бірдеңені алып шықты. Түйінін тарқатып шешіп еді: ақша. Ағамның қолына ұстатып тұрып: «Мә, мынаны көз көрмейтін, құлақ естімейтін жерге апарыптық. Мен өлген соң керек болады. Әкең қиналып қалмасын. Мынаның ішінде 300 сом бар. Дұрыстап ие бол, шырағым» деп біздің бетімізден сүйеп, ағамды құшақтап, «Сағи жанымды сағындым» деп біраз жылады. Біз де жүрегіміз ауырып қоса жыладық. Ағам үйге келген соң өзінің бөлмесіндегі тақтайды ашып, ораулы ақшаны тығып қойды. Оны екеумізден басқа ешкім білмеді. Сол күні кешке әке шешемізбен бізді үйіне қонаққа шақырды. Біраз әңгімеден соң көрші апа әкеме: «Талай жыл адал көршім болдыңдар, баламдай болып кеттіңдер. Рақышжан, шалды өзің аттандырдың, бар жоралғысын жасадың. Мен өлген соң мына үйге, малға өзің ие бол. Ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетпесін балам. Сағи жаным келсе, сойып, сатып бересің. Мына апаң өзіне соятын малдарын да дайындап қойды. Жүр, мен саған көрсетейін» деп еді әкем. «Ой тәте, әлі тыңсыз, ұзақ жасайсыз, не болды сізге? Осы малға өзіңіз қарайсыз, Сағи да келеді жақында» деп еді көрші апа. «Жоқ, төрімнен көрім жақын. Көзімнің тірісінде аманаттап кетейін. Жүр» деп болмай әкеме өткенінде, жетісінде, қырқына, жылына соятын малдарын көрсетті. Әкем үйге келген соң, үйдегі 8 шыр ете қалды. Телефонды әкем алды. Алса көрші апаның ұлы Сағи: «Амансыздар маға, тәтемнің жағдайы қалай? Денсаулығы жақсы ма? Қалайға келем деген ойы жоқ бекен?» Әкем: «Сағи айналайын, тәтең шынын айтсам, ана дүниеге қатты дайындалып жүр.
бәр затын аманаттап бізге тапсырып жатыр. Неге екенін білмеймін. Тәтең тіпті өлгенде соятын малын дайындап қойыпты. Неде болса жалғыз шешең ғой, келерсің. Шынымен кеткелі жүр ғой деймін. Біраз болсын қасында бол. Сырлас, немерелерін көрсет. Аймалап мауқын бассын. Бізді көрсе Сағи жанымды сағындым деп жылайды. Айналайын, ақылың болса келе ғой. Аға, ашығын айтыңызшы, ауырып жүрген жоқ па? Ішіне кіріп шыққан жоқпын ғой, бірақ түрінен ауырып, қиналып жүрген адамның түрі көрінбейді. Меніңше, бой жазып жүр ғой деймін. Тезірек келуге тырыс. Соңғы рет тәтеңнің мәлике жүзін көріп қал. Жақсы аға, мен онда 2-3 күнде сұранып барармын. Тәтемін бұған дейін жиі-жиі қаралап қойыңызшы. Ауырып, құлап қалып жүрмесін. Бұйырса барып қаламын. Тәтеме айта салыңыз, деп телефон тұтқасын қоя салды. Әкем таң атысымен Тәмеш апаны үйіне барып, ұлының келетінін айтты. Жалғыз ұлы ғой. Қуанғаннан қуанышын қоярға жер таппай, не істесем екен? Рақышан бір қой соярсың. Қанша дегенмен алыстан келеді. Ет сорғып кеуіп тұрсын. Қорада тұрған семіз қойды сой. Жарығым, жалғызым аман есен келсе екен. Немерелерінде көретін күн бар екен ғой, деп жылап жіберді. 2 күннен соң қаладан Сағи келді. Немерелері мен жұбайы ерте келіпті. Тәмеш апа мәз. Немерелерін ұлын көріп, айналсоқтап, солардың қасынан шықпады. Кішкентай немерелерін жетектеп, ауылды шырайын алып, магазинге анда-мында апарып, тәуір қадарды. Ұлы Сағи 5 күннен соң ертең қайтамыз, деді. Бұны естіген Тәмеш апа көңіл күйі бірден түсіп кетті. Айналайындар-ау, бір аптада болмадыңдар ғой. Кішкене бола тұрмадыңдар ма? Жылына 1 рет келесіңдер. Бола тұрыңдаршы. Жалғыз үйде елегізіп кеттім. Әкең де жоқ. Мына есі жоқ мысықпен сөйлесем, бәрін осыған айтам. Маған оңай дейсіңдер ме? Қалғым кеп қалғалы жүрген жоқпын. Әкеңнің қара шаңырағының ошағын өшіргім келмейді. Менің де төрімнен көрім жақын, деп жылап алды. Жарайды айналайындар. Жолдарыңды бөгемейін жаспен. Біраз қасында болсаңдар деп едім. Кетем десеңдер жолдарың болсын, деп өз бөлмесіне кіріп кетті. Сағи жүктерін жинап, шешесімен қоштасайын деп бөлмесіне кіріп еді. Шешесі төсекте ақ жаулығын жауып жатыр екен. Тәте, маған ренжімеңізші, уақыттығыз. Тағы бір келерміз. Барам десеңіз жүріңіз, қалаға алып кетейін. Немерелеріңіздің қасында боласыз, десе де, тәтесі үндемеді. Тәте дейм, неге үндемейсіз? Жолымды бөгемеңізші, қоштасайық, аттанайын, деп жатырмыз десе де, оң иығымен там жаққа қарап, сереген күйе жатыр. Тәте деп қасына барып қолын ұстап еді. Тәтесінің мұздай қолы Сағидың өне бойын тітіркендіріп жіберді. Тәте деп ау жаулықта жасаурап, жан тапсырған шешесінің құшақтап, тәуір жылады. Оның қатты дауысын естіген сырт бөлмедегі әкем мен шешем шошып кетті. Жүгіріп бөлмеге барса, жұмулы жатқан шешесінің құшақтап, Сағи жылап тұр. Қайран шешем, соңғы өтінішіңді орындай алмадым. Кешірші, қайтейін тәте, деп еңіріп жылаған Сағимен қоса, әке шешем бірге жылады. Айналайын Сағи, қой енді, мәйітті мазалама, тәтең ақ өліммен кетті. Молданы шақырып, оң жамбасына салайық, қой енді айналайын, деп әкем Сағиды жұбатты. Тәмеш апаны қалың ел болып ақтық сапарына шығарып салдық. Апаны көлікке салып зират басына бара жатқанда, үйдегі қара мысығы көліктің артынан жүгірді. Зиратқа дейін жүгіріп жеткен мысыққа бәрі таңдана қарады. Апаны қабіріне салып жатқанда, мысық маңайдағы қоршаудың төбесіне шығып қарап тұрды. Тегі егесін өлімге қимадау дедік. Апаны қойып, үйге келген соң ұлы Сағи қоштасып қалаға кетті. 4 қабырғаға қамалып жалғыз қара мысығы ғана қалды. Апаны ораған кілемді иіскелеп, тәуір мияулап іздеді.
Әкем мысыққа тамақ берсе жемей босағада жатып алды. Тәмеш апаның 7-сін берген соң әлгі мысық жоқ болып кетті. Әкем сол күні түс көріпті. Түсінде апа: «Әй Рахметолла, мен өлді екен деп жалғыз мысығыма қарамай жарығымды жалғызсыратыпсың. Саған аманат етіп едім деп кетіп қалыпты». Таңертең оянған соң әкем соны бізге айтып берді. Шешем: «Апаң Құран дәметіп жүр ғой, барып Құран бағыштап қайт». Әкем киініп алып, атына мініп зиратқа кетті. Зиратқа барса, әлгі мысығы апаның қабірінің басында өліп қалыпты. Әкем үйге келіп күрегін алып мысықты апаның жанына көміп тастады. Аллай, мысықтың апамен жаны бір екен ғой, баласындай көріп еді. Апаның мал жанына әкем ие болып, өзіміздің қорамызға әкеп алды. Жылына Сой деген байталдың жал құйрығын күзеп қояды. 8-9 ай өткен соң, ұлы Сағи жүк көлігімен келіп малдарын тиіп алып кетті. Апаның сиырларын көріп Сағи әкемді құшақтап тәуір жылады. «Енді үйді алатын біреу болса, сата салыңыз аға», деп әкеме алғысын айтып, сый-сияпатын беріп кетіп қалды. Әкем мен шешем өз аманатына адал болды. Өздері де өмірден өткенше апаны аузынан тастамай, үнемі Құран бағыштап, үйін тазалап, маңайын жинастырып жүрді. Аманатқа адал болу менің әкемнен бізге дарыған асыл қасиет деп ойлаймын.